Осы қазақ хандығының атауларының өздері де Алпамыс батыр жыры болсын, Қобыланды батыр жыры болсын, мысалы Абай атамыздың өлеңдері болсын, үлкен мысалы эпостар болсын, оқиғалар болсын, оларды немесе әрқайсының руларымыз бар. Олардың несін жазуы не болмаған кезде ауыздан ауызға ауызша бір аталарымыз өзінің балаларын ұрпақтан ұрпаққа не істеп отырғанын айтып отыратын болған. Яғни жатқа келген ол нәрселер. Яғни адамдардың жалпылама есте сақтау қабілеті не болған, жоғары болған. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala жамаатпен оққан таң намазын өзінің разылығы үшін ұстап жатқан оразаларымызды өзінің құзырында қабыл етсін. Өздеріңізбен бірге осы Рамазан айының басталуымен бірге бастаған Әл-Имам Ан-Науауидің рахимахуллах, Абу Закария Мухиддин Яхья ибн Шараф Ан-Науауидің рахимахуллах хижри бойынша 631 жылы дүниеге келген, хижри бойынша 676 жылы дүниеден өткен, ислам тарихында өмір сүрген үлкен имамдардың, үлкен ғалымдардың бірі. Артында өте мол мұра қалдырған сол кітаптарының бірі Риядус Салихин, яғни тақуалардың бақшасы атты кітабы. Сол кітаптың ораза бабын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біздерде кезекті 29-шы хадис. Бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалям Абу Хурайра, Алла ол кісіден разы болсын, жеткізеді. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям былай деген: Иза насия ахадукум фаакала ау шариба. Егерде қайсы бірің ұмытқан халде жейтін болса, немесе ішіп қоятын болса, ішетін болса, фалютимма саумаху, онда оразасын жалғастырсын дейді. Фаиннама ат'амаху Аллаху ва сақаху, расында Аллах Тағала оны тамақтандырды және сусындандырды дейді. Яғни бұл хадисті пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам имам Бухари және де имам Муслим өздерінің сенімді хадистер жинағында келтірген. Яғни бұл хадистен жалпылама енді бірінші рет, көпшілігіміз бірінші рет ораза ұстап жатырған жоқпыз. Бұрыннан да жалпы сабақтарға қатысып жүрміз. Жалпылама ораза құлшылық жайында көпшілігіміздің білетін ақпаратымыз, мағлұматымыз ол: егерде мұсылман адам ораза ұстап жатқан кезде шынымен де ұмытқан халде ішіп қоятын болса, немесе жеп қоятын болса, немесе өзінің адал болған жұбайымен қосылып қойған болса, осы нәрселер шынымен де өзінің ораза екендігін ұмытқан халде жүзеге асатын болса, онда бұл нәрсе неге оразаға зиянын бермейді. Бірақ та бұл жердегі ең басты шарт ол: егерде осы аталған іс-қимылдарды, іс-әрекеттерді жасап жатқан кезде, істеп жатқан кезде, сол ораза ұстаушы адамның есіне өзінің ораза екендігі түсетін болса, дереу сол сәтте сол істеп жатқан нәрсін дереу тоқтату керек, Яғни су ішіп жатқан болса, яғни тамаққа дейінгі тұрған нәрселердің барлығын дереу не істеу керек? Барлығын сыртқа шығаруға. Тамақ болатын болса, тамақты да түкте қалдырмай барынша не істеу керек? Сыртқа қарай шығару керек. Сол сияқты мана үшіншіде айтқан нәрседе ол да бірден не істеу керек? Дереу шығарып тастау керек, дереу не істеу керек? Тоқтату керек. Әйтпесе ораза бұзылып кетеді. Әйтпесе егерде ойына түсті ары қарай жалғастыра беретін болса, онда ол не? Оразасы бұзылып кетеді. Сол үшін де мына осы жердегі нәрсе, оразаның есіне түскендегі нәрсе дереу тоқтату, ол өте былай айтқан кезде жіңішке, нәзік нәрсе. Егерде сіз дереу тоқтататын болсаңыз, оразаңызды ары қарай жалғастырасыз, оразаңыз бұзылмайды. Ал сол сәл бір сәттердің ішінде сіз есіңізді жимай ары қарай жалғастыра берген болсаңыз, ораза екеніңіз есіңізге түскеннен кейін, онда оразаңыз бұзылып кетеді. Бұдан нені түсінеміз? Яғни жалпылама бұл жердегі хадис Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалям келіп тұрған жалпылама қамтушы хадис.
қамтушы хадис. Қамтушы хадис дегеніміз не? Яғни үкімі белгілі бір құлшылықтың барлық түріне де жүре береді. Мысалы, Рамазан айының біз қазір 12 айдың ішіндегі Рамазан деген реттілігі бойынша 9-шы айдамыз. 9-шы айдамыз. Рамазанға дейін Шабан айында болдық. Рамазаннан кейін Шәуәл айына кіреміз. Алла нәсіп етсе, қазір Рамазан айындамыз. Рамазан айының. Жаңағы енді, егерде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, мұсылман адам ұмытқан халде, ұмытқан жағдайда, ішіп қоятын болса, жеп қоятын болса, бұны ұмытқан халде істейтін болса, бұл үкім оразаның бұзылмауы, яғни оразаның бұзылмауы, бұл үкім Рамазан айына да, яғни парыз ораза ғой, немесе уәжіп оразалар, адам өзіне нәзір еткен оразалар, немесе нәпіл оразалар деген сияқты, немесе Рамазан айының қазасын өтеу оразасы, барлығына да осы хадистің үкімін істей береді, жүре береді. Барлығына тек қана Рамазан айының оразасына қатысты емес бұл хадис. Барлық оразаның түрлерін істеп кетеді, қамтып кетеді бұл жерде. Осы нәрсені істеп жатыр, айтып жатыр. Енді көбінесе жалпылама енді бұл хадисте не істеді? Бұл хадисте егер мән берсеңіздер, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам екі нәрсені айтты. Ол не нәрсе? Яғни адамның ішуі, яғни қою тамақ жеуі, және сұйық сусын ішуі. Өйткені көбінесе адамдарда ұмытып істеп қоятын нәрсесі осы. Адамдардың көбінесе ораза ұстаушы адамдардың егерде орын алатын болса, көбінесе істеп қоятын нәрсесі ол я тамақ ішіп қояды, я сусын ішіп қояды. Бірақ манағы ерлі зайыптың арасында болатын нәрседе ол болуы да мүмкін, бірақ сирек. Мына жаңағы алдыңғы айтылып кеткен нәрсе, екі нәрсе жиі орын алатын болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тілге тиек етіп, оны ерекшелеп не істеп кеткен, айтып кеткен. Және бұл жерде сусын мен тамаққа қатысты аз сусын болсын, бір жұтым мысалы, немесе бір жұтым емес, бір тамшы да болсын мысалы. Немесе көп сусын болсын, көп мөлшерде. Аз тамақ болсын, бір жұтым, немесе көп тамақ болсын, екеуінің де несі жоқ, айырмашылығы жоқ. Мысалы, бір адам ұмытқан халде, мысалы, түскі ас, бір тарелка қуырдақты не істеп алды, жеп алды. Бір тарелка қуырдақ, мол салынған. Сол қуырдақты жеп бастағаннан бастап соңына дейін, бітіргенге дейін мүлдем оның ораза екендігі есіне мүлдем түскен жоқ. Бұл да дәл солай сияқты аз тамақ жеген адамның үкімінде екеуінің ортасын байланыстырып тұрған нәрсе ұмытқан халде істеуі. Бұл хадистен алатын пайдамыз Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам. Яғни ислам дінінің адам баласының, яғни адамзат баласының табиғатына, болмысына үйлесімділігі. Өйткені жалпы мына адам деген сөздің өзінің былай шығу тарихының бірі, адам деген сөз араб тілінде инсан делінеді, инсан. Яғни Құран кәрімде инсан деген сүре бар. Және де кейбір, енді қазақ тілінде ол сөз жоқ, бірақ кейбір түркі тілдерінде де, мысалы түрк тілінде, кейбір түркі тілдерінде араб тілінен инсан деп қолданылады негізі, адам дегенге. Мысалы бізде көбінесе кісі дейміз, адам делінеді. Сол инсан деген сөздің өзі де жалпы шығу түбірдің бірі, яғни ұмытшақтық делінеді. Біз шынымен де неміз ұмытуға бейім келеміз. Жалпы ұмыту деген нәрсе адам баласының табиғатында бар нәрсе екен. Жалпы шынымен де егер қарап отыратын болсақ, осы нәрсеге ұмыту деген нәрсеге қарап отыратын болсақ, бұл да негізі Алла Тағаланың берген нығметі. Шынымен де Алла Тағаланың берген нығметі. Өйткені мысалы біздің миымыз шектеулі болғаннан кейін, біздің миымызда бізге керек емес ақпараттар болады. Немесе біз ұмытқымыз келетін нәрселер болуы мүмкін. Соны ұмытып қалсақ, шынымен де қуанамыз. Енді ол да мысалы жақсы нәрсе, Алла Тағаланың нығметтерінің бірі ұмыту деген нәрсе. Сіз жаңа бір ақпараттарды, жаңа бір дүниелермен танысу мақсатында оларға орын босату несінде мақсатында. Яғни бұл жердегі ислам дінінің несі, кешірімділігі және үйлесімділігі адам баласының табиғаты мен болмысымен несі жарасымдығы, яғни бір гармонияда, үйлесімділікте не жасауы, жұмыс жасауы.
Бұл бізде оқыған имам Абу Хурайрадан, Алла ол кісіден разы болсын, риуаят етілген 29-шы хадис осы ораза бабындағы. Келесі 30-шы хадис. Ваан Лақид ибн Сабира радиаллаху та'ала анху. Яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сахабасы Лақид ибн Сабира деген сахабасы айтады. Қульту я Расулаллахи ахбирни анил уду. Жаңағы аты аталған сахаба пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам былай дедім дейді. Я Алланың елшісі, ахбирни анил уду. Я Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, маған дәрет жайында хабар беріңізші. Маған дәрет жайында хабарлаңызшы дедім дейді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қол асбиғил уду. Дәретті артығымен ал деген мағынада айтады. Қазір иншалла түсіндіретін боламыз оның мағынасы не? Асбиғил уду. Дәретті молырақ ал, артығымен ал. Ва халлил байнал асаби'i. Саусақтардың орталарын салала дейді. Саусақтардың орталары, мына саусақтың мына орталары, мына жерлер, осылардың орталарын салала деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әмір берген. Ва балиғ фил истиншақи илля ан такуна саиман. Егер де ораза ұстаушы болмасаң, онда мұрныңа су жіберген кезде барынша жоғары қарай тарт деп айтқан екен. Барынша жоғары қарай тарт. Яғни егер Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтып кетті, егер де ораза болмасаң, истиншақты не жаса? Биігірек жаса, жоғарырақ жаса деп айтып кетті. Несі? Шегінен шығару арқылы жаса деп. Бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам имам Абу Дауд пен имам Тирмизи риуаят еткен. Бұл хадисті, яғни жаңағы сахаба Лақид ибн Сабира Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам сұраған кезде пайғамбарымыз асбиғил уду. Яғни бізде жалпылама жуылуы керек болған дәрет алған кезде жуылуы керек болған ағза мүшелер, олар төртеу жуылуы керек болған. Жалпы парыз болған жерлер. Оның үшеуі жуылады, біреуі мәсіх тартылады. Мысалы, ең бірінші адам парыз болған нәрселерді айтып жатырмын тек қана қазір. Сүннеттермен мысалы қосымша әдептерді айтып жатқан жоқпын. Парыз болған адам өзінің жүзін жуу керек. Адам өзінің жүзін жуу керек. Енді қысқаша тоқталып кететін болсақ, жүз дегеніміз не ол? Жүз дегеніміз ғалымдарым түсіндіреді. Сіз өзіңізге қарама қарсы отырған адамға, қарама қарсы тұрған адамға қараған кезде сіз оның жүзінен немесе ол сіздің жүзіңізден нені көреді, солының барлығын не істеу дейді? Жуу дейді. Яғни, мысалы, маңдайдың жалпы әдетте адамның шашы шығатын жерден бастап, шашы тоқтайтын жерден бастап, неге дейін? Мына иектің ең төменіне дейін дейді. Иектің ең төменіне дейін. Бұл бізде тігінен қатысты. Сосын жанынан қараған кезде, мына құлақтың айтқан кезде, мына құлақ емес, мына құлақтың ішіндегі мына не? Сырғалым дей ма? Осы нәрсе, осы жерден бастап, екінші құлақтың ішіне дейін, мына жерге дейін не істейді? Осы жерге дейінгі орналасқан барлық жерді ең болмаса бір рет толықтай су тигізіп жуып шығу. Бұл біріншісі. Екінші, қолымызды шынтақпен қоса жуу. Бұл екінші парыз. Үшінші, басымызға мәсіх тарту. Мәсіх тарту дегеніміз, яғни жуу емес бұл. Жуу болса ол сіз жуасыз. Ал мәсіх дегеніміз, яғни ылғалды қолыңызды басыңыздың белгілі бір бөлігінен, яғни толықтай өткізіп шықсаңыз, ол нұр үстіне нұр болады. Ал Ханафи мазхабында ең кемі бастың 4/1 бөлігі. Бастың 4/1 бөлігі, және төртіншісі аяғымызды тобықпен қоса жуу. Осы нәрсе. Енді Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде айтқан нәрсесі, парыз етілген ағза мүшелерін жуған кезде, оларды шегінен тыс асыра жуу дейді. Шегінен тыс асыра жуу. Мысалы, бізде неден? Саусақтың басынан бастап, неге дейін жуатын болсақ, шынтаққа дейін жуатын болсақ, шынтақтан сәл не істеп жуу? Асырып жуу. Яғни ешқандай не қалмас үшін, күмән қалмас үшін. Дәл сол сияқты, тобықты да, аяғымызды да жуған кезде тобықтан сәл көтеріп жуу, не қалдыру? Сәл көтеріп жуу, сәл көбірек жуу, артығымен жуу. Осыны Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Екінші не деді? Саусақтардың араларын салала деді. Яғни егер де адам қолын жуып жатқан кезде, яғни баршамыз білеміз, егер де жуылуы керек болған ағза мүшелердің
мысалы жуылуы керек болған ағза мүшелерінің иненің ұшындай жуылмаған жер қалатын болса, онда дәрет дұрыс емес. Онда ғұсыл дұрыс емес. Яғни оны қайтадан алу керек болады. Яғни қайтадан алу керек деген кезде, сол жерге су тигізу керек болады. Қайтадан емес, сол жерге су тигізу керек болады. Егер де сол жерге су тигізілмей қалып қоятын болса, сіздің алған дәретіңіз немесе ғұсылыңыз не емес, жарамсыз. Ал жарамсыз болатын болса, өз кезегінде дәретке және де ғұсылға тәуелді болатын құлшылықтар да не болмай қалады, дұрыс емес болады. Құлшылықтар дұрыс емес болып қалады. Осы нәрсе. Сол үшін де мына әсіресе мысалы мына жерлерде мына саусақтардың орталарында кір қалып қоюы мүмкін, немесе бір мысалы қосымша бір судың теріге жетуіне кедергі болатын нәрселер қалып қоюы мүмкін. Осы көбінесе ашылмайтын болғаннан кейін осы жерлерде не істеп жатыр? Алла елшісі салалап, жақсылап су жеткізуге мән беріңдер деп айтып жатыр осы жерде. Ары қарай одан кейін не нәрсе? Егер де адам ораза болмайтын болса, онда мұрнына су жіберетін болса, немесе аузын шаятын болса, онда аузын шайған кезде суды тамаққа дейін жеткізу жуу. Тамаққа дейін жеткізу жуу. Және де мұрынға су жіберетін болса, онда біз баршамыз білеміз, мұрынның жұмсағы бар, және мұрынның несі бар? Қатысы бар. Мұрын қатысы бар. Бұл жерде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям айтып отқаны, су жіберген кезде мына қатысына дейін көтеріп жіберді айтып отыр. Қатысына дейін не істеп жіберу? Көтеріп жіберу. Қатысына дейін. Яғни адам жоғары көтерген кезде, су жоғары кеткен кезде, оны ары қарай немен, тыныспен ары қарай адамның алып кетуі суды ары қарай алып кетуі. Енді біз жалпылама әдеп бойынша, сүннет бойынша оң қолмен истеншақ су тартамыз да, сол қолмен істейміз, сіңбіріп тастаймыз осы нәрсені. Енді жалпы оразаға дайындық ретінде сабақта жүрген кезде ораза ұстаушы адам ғарғара жасамайды дедік біз. Ораза ұстаушы адам, яғни жалпылама осы хадистерден не істеп жатыр? Жалпы алынған үкімдер, ораза ұстаушы адам, аузы берік адам, дәрет алып жатқан кезде, егер аузын шайғысы келетін болса, ғарғара жасауға болмайды. Ол жерде оразаның бұзылып кетуі, яғни әбден ықтималдығы өте жоғары. Өйткені сәлде болса су, енді ол өзі ашық нәрсе болған, сіз жауып қоя алмайсыз. Неңізді, тамағыңызды ары қарай су не істеп кетуі мүмкін. Кетіп қалу қаупі өте жоғары енді. Кетіп қалды деп айтпасақ та, енді ол өте қауіпті. Өзіңіздің оразаңызды ұстап жүрген оразаңызды бір қаза қылып алуға сіз не қылып тұрсыз? Кәдімгідей ең шетінде тұрсыз осы нәрсе. Сондай нәрсе айтып жатыр, ораза ұстаушы адамға мәкрух болады дейді. Мәкрух болады, ұнамсыз, жағымсыз амал, жаңа ғарғара жасау. Біз жаңа сабақтарда айтып кеттік, ғарғара жасау деп не дедік? Адамның суды аузын шайған кезде жүзін аспанға қаратып, немесе жүзін көтеріп, тамағын шаюы. Бұны ораза ұстаушы адам бұны жасамайды. Аузыңыз ашық кезде жасаңыз, бірақ аузыңыз жабық кезде ғарғараны немесе жаңағы истеншақ мұрынды неге қарай, көздің ортасына қарай, мұрынның қатысына қарай көтеру, ол нәрселер істелінбейді. Өйткені су ары қарай кетіп қалу қаупі өте жоғары. Су кетіп қалатын болса, егер соны сезетін болсаңыз, оразаңыз бұзылып кетеді ол жерде. Бізде келесі 31-ші хадис. 31-ші хадис. Бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалям, мұсылмандардың ардақты анасы, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям сүйікті жұбайы Аиша анамыз жеткізеді, айтады: Кәна Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалама юдрикухул фаджру. Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалям таң намазының уақыты кірген кезде Алла елшісі жүніп болатын еді дейді, кейбір кездері. Жүніп болатын. Енді ал пайғамбарымызда саллаллаху алейхи уассалям біз сияқты адам да, яғни біздерге қандай үкімдер жүреді, Алла елшіде саллаллаху алейхи уассалям сондай не табиғи болмыстағы қасиеттері бар. Яғни бұл айтқан кезде Алла елшісі не емес, періште емес. Мысалы, Алла Тағаланың жаратылыстары бөлінеді ғой, мысалы, көптеген жаратылыстар. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям ол адам баласынан. Енді мысалы алтында, мысалы бриллиантта тас болатын болса жалпылама, бірақ қарапайым тас болмаған сияқты да, Алла елшісі де саллаллаху алейхи уассалям адам, бірақ қарапайым адам емес. Өйткені Аллаху субханаху тағала өзінің уахиын, яғни Құран кәрім, қиямет қайымға дейін қалатын осы үкімдер жинағын, яғни осы кітапты, Құран кәрімді және де пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям сүннетін көтере алатындай
көтере алатындай мүмкіндік берген пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам соған дайындап қойған. Енді Айша анамыз, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбарымызды сипаттап айтады, таң намазының уақыты кірген кезде пайғамбарымыздың жүніп болатын кездері болатын деп жатыр да, жүніп болатын кездері болатын. Уахуа джунубун мин ахли, ол өзінің мысалы несінен жұбайларынан жүніп дейді да, жүніп дейді. Сумма яғтасилу ва ясум, енді таң намазының уақыты кіргеннен кейін, одан кейін ғұсылын алады да оразасын жалғастыра береді дейді. Оразасын не істейді? Оразасын ұстайды. Бұл хадисті де имам Бухари, яғни имам Муслим риуаят еткен. Мына жерде енді жалпылама мынандай нәрсе, мына сөзді бір жалпы жаттап алайық. Жалпылама негізі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткен кезде, қараңыздар, бұл маңызды мәселелердің бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллаға қайтқан кезде, Аллаға оралған кезде, Құран кәрім толықтай қағаз беті демесек те, бірақ сүйектерге, терілерге толықтай жазылып қойылған. Тек әлі не істелмеген, жиналмаған. Толықтай былай айтқан кезде, енді ол кезде қағаз жоқ, бірақ нелерге, терілерге ол өзінің заманына қарай жазу құралдарымен сол жердегі нелерге, мысалы өздерінің жазатын сүйектері болсын, манағы терілер болсын, соларға Құран кәрім толықтай неселіп қойған, жазылып қойған. Кейіннен жиналды бірақ. Ал Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзінің сөздерінің, яғни хадистердің, қазір біз не оқып жатырмыз жалпы? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам тірі кезінде 23 жыл бойы айтқан сөздерін оқып жатырмыз. Ол сөздері үлкен сахабалар арқылы, яғни пайғамбарымыздың тәрбиесін көрген, яғни шоқ жұлдыздар арқылы, сахабалар арқылы, одан кейін табиғиндар арқылы, табиғиндардың көзін көргендер арқылы бізде қағаз бетіне түсіріліп, бізге не істеп жатыр? Бізге келіп жатыр. Ал пайғамбарымыз өзі тірі кезінде хадистерді жазудан тыйған. Пайғамбарымыздың кезінде хадистер жазылмаған. Енді бұған ғалымдарымыз жауап берген кезде айтады, яғни Құран мен хадис араласып кетпесін деген мағынада дейді. Құран мен хадис араласып кетпесін деген неде мақсатта жазылған дейді. Өйткені әйтпесе, жалпы біздің дініміздің, ислам дінінің қайнар көзі, дерек көзі ол Құран мен сүннет. Құран Аллах тағаланың кәләмі, сүннет пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам көрсетіп кеткен жолы. Енді содан кейін енді сахабалардың, бұл қазір қараңыздар да, мысалы, бұрын кезде күйбің тіршілік аз кезде, мысалы, қазір біз адамдар қағаз басты болып кеткен, шаруалар, әр нәрсе қит етсе қағаз, шаруа, мысалы, машина, әртүрлі шаруалар көп. Дүниеге қатты біз не істеп қалғанбыз, байланып қалғанбыз. Бұрынғы уақытта адамдардың есте сақтау қабілеттері жақсы болған. Мысалы, көп ұзаққа бармайтын болсақ та, біздің ата-бабаларымыздың өздері де, мысалы, осы қазақ хандығының ата-бабаларымыздың өздері де қаншама, мысалы, ұзақ Алпамыс батыр жыры болсын, Қобыланды батыр жыры болсын, мысалы Абай атамыздың өлеңдері болсын, үлкен мысалы эпостар болсын, оқиғалар болсын, оларды немесе мысалы әрқайсымыздың руларымыз бар, рулардың несін манағы жазу не болмаған кезде неден ауыздан ауызға ауызша бір аталарымыз өзінің балаларын ұрпақтан ұрпаққа не істеп отқанын айтып отыратын болған. Яғни жатқа келген ол нәрселер. Яғни адамдардың жалпылама есте сақтау қабілеті не болған? Жоғары болған. Ал біздер қазіргі кезде видеоға, диктофонға, қағазға сүйеніп қалдық та өзіміздегі жалпы негізгі бар жақсы нәрсені, мысалы, есте сақтау қабілетіне қатты иек артпаймыз. Ал адам өзінің бойындағы бір қасиетке немқұрайлы қарайтын болса, ол қасиет не істей береді? Әлсірей береді. Ол қасиет не істелмейді? Жақсармайды, күшеймейді. Сосын адам әлсіреп қалады. Жаттай алмайтын болып қалады. Мысалы, бұрынғы уақыттарда біздер деген, телефондар енді шығып жатқан кезде Nokia-да біздер көбінесе адамдардың нөмірлерін жатқа білетін едік қой негізі. Қазір адамдардың нөмірін жаттаймыз ба біз? Жоқ, жаттамаймыз. WhatsApp-пен маған лақтырып жібер, болды. Адамның аты жазылып тұрған болса болды, сақтап аламыз да, сирек негізі адам нөмірі жаттау. Сондай біз неге өткені қазіргі кезде көбінесе технология не істеп қалып жатырмыз, иек артып қалып жатырмыз. Сондай нәрсе. Мана адамның есте сақтау қабілеттері. Сол сахабаларда пайғамбарымыздан естіген сөздерін,
не істеп сахабалар өз араларында табиғиндарға жеткізу арқылы сөйтіп имам Бухари, имам Малик, бұл ғалымдардың барлығы хижреттің 2-3 ғасырларда өмір сүрген ғалымдар. Хижреттің, яғни 200 хижрет бойынша 200-300 жылдарда өмір сүрген ғалымдар бұлар. Өмір сүрген ғалымдар. Яғни бұл кісілер хадистерді қағаз бетіне түсірген кезде пайғамбарымызбен екі ортадағы уақыт ұзақ емес, әлі алыстай қоймаған. Тек 2-3 адамнан кейін пайғамбарымызға жетіп алып отыратын болған бірден. Мысалы біздің имамымыз күнделікті құлшылық етіп жүрген кездегі имам Абу Ханифаның өзінің де несі бар, муснады бар. Яғни хадистер жинағы бар имам Абу Ханифаның өзінің. Имам Абу Ханифаның хадистер жинағы басқа имамдар, имам Бухари, басқа имамдардың хадистер жинағына қараған кезде пайғамбарымызға қысқа жолмен жетіп алады. Қысқа жолмен. Өйткені имам Абу Ханифа хижрет бойынша 80-де дүниеге келетін болса, яғни ортаға 1-2-3 адам салады да пайғамбарымызға не істеп алады, жетіп алады. Сол нәрсе, мына хадистер, яғни қалай түсті, мысалы, не болуы мүмкін, кейбір адамдарға қызықты болуы мүмкін, бізге хадистер қалай келді деген нәрсе. Бұл енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадистерін жинайтын үлкен мұхаддис ғалымдар, дүниеден өтіп кеткен мұхаддис ғалымдар, мысалы Ханафи мазхабын ұстанған үлкен Ханафи ғұлама ғалымдардың бірі, ол имам Ат-Тахауи деген ғалым өмір сүрген. Абу Джафар Ат-Тахауи деген. Имам Аз-Зайлаи деген ғалым өмір сүрген. Мулла Али Қари деген ғалым өмір сүрген. Ханафи мазхабының нелері үлкен ғалымдар. Мысалы қазіргі кезде әлі тірі өмір сүріп жатқан үлкен ғалымдардың бірі Шейх Мухаммад Ауама деген үлкен ғалым. Қазіргі кезде өмір сүріп жатқан Ханафи мазхабының үлкен мұхаддис ғалымдарынан. Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам хадистерін естеу, жинақтау. Ол қалай келді бізге? Кім жеткізді? Жеткізген адамның есте сақтау қабілеті қандай деңгейде болды? Немесе дінді ұстануы қандай деңгейде болды? Оның барлығы хадиске үкім берілген кезде не істеп жібереді? Үкімді өзгертіп жіберуі мүмкін. Мысалы, бір адам есте сақтау қабілеті әлсіздеу болатын болса, оның хадисіне сенімді деп не істеу, айту қиындау болады, мысалы. Сондай нәрселер, үкімдер, әртүрлі үкімдер бұл нәрселерден шығады. 32-ші хадисте, жаңа оқыған біз 31-ші хадис, 32-ші хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам екі жұбайы Аиша анамыз бен Умму Салама, яғни пайғамбарымыздың екі жұбайы Аиша анамыз бен Умму Салама, Алла ол екеуінен разы болсын, айтады. Ол екеуі айтады. Кәна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам юсбиху джунубан мин гайри хулмин сумма ясум. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам таң намазының уақыты кірген кезде жүніп болатын еді дейді. Жүніп болатын еді. Және қараңыздар, пайғамбарымыздың екі жұбайының айтып жатқанына қараңыз, мән беріңіздер. Яғни дін деген нәрседе айтып жатқан нәрселері үкімге тікелей әсер ететін кезде бірден оны айтып жатыр. Мин гайри хулм, ихтиламсыз дейді. Ихтилам деген нәрсені білеміз ғой. Ихтилам дегеніміз, мысалы, ер адамның немесе әйел адамның ұйықтап жатқан кезде не істеуі? Ұйықтап жатқан кезде ұрығы шығып кетуі. Яғни ояу емес ол. Ояу емес, ұйықтап жатыр, ұрығы шығып кетуі. Яғни ардақ пайғамбарымыздың асыл жұбайлары айтып жатыр. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам таң намазының уақыты кірген кезде жүніп болып таң атыратын еді. Несіз? Ихтиламсыз дейді. Ихтиламсыз. Сумма ясум, одан кейін оразасын ұстайды дейді. Бұл хадисті де имам Бухари және имам Муслим риуаят еткен. Бұл хадистер не үшін келтіріліп жатыр? Бұл хадистер не үшін айтылып жатыр? Өйткені кейбір адамдар былай ойлауы мүмкін. Егер де адам жүніп болып таң атыратын болса, онда сол күнгі оразаны енді ұстай алмайды. Оразасы дұрыс емес деп. Жоқ, міне пайғамбарымыздың сүйікті жұбайларының жеткізуі бойынша пайғамбарымыздың өзі де жүніп болып таң атыратын еді, әрі қарай ғұсылданып, толық бой дәретін алып, әрі қарай не істейтін еді? Оразасын жалғастыра беретін еді. Осындай нәрсе. Бұл да болса қараңыздар, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам таң намазының уақыты кіргенге дейін ғұсыл алуға мүмкіндігі жететін еді? Жететін еді. Бұл жерде бір хикмет бар. Яғни бұл жерде біздер үшін нәрсе бар да, біздер үшін. Яғни біз, мысалы, бұндай жағдай болмайтын болса, мұсылмандардың арасында дау-дамай таластар түсіп кетуі мүмкін.
Бұдан да артығырақ. Жоқ, дәлел бар ма, мысалы пайғамбарымыз жүніп болған дәлел бар ма деген сияқты біздер ауырлатып алуымыз мүмкін ол кезде. Бұл да бір жағынан не нәрсе? Жеңілдік, мысалы. Бізге бұл нәрсенің бізге жеңілдік. Пайғамбарымыздың бұл нәрселер, кейбір нәрселерді бізге үлгі ретінде жасау. Үмметіне өткені пайғамбарымыз үлгі өнеге ғой. Кейбір нәрселерді пайғамбарымыз бізге осылай істесеңдер де болады, бұлай істесеңдер де болады деген сияқты үлгі ретінде жасайды да кейде бізге. Үлгі ретінде, үлгі өнеге ретінде де бізге жасайды. Және де ары қарай айтады, қараңыздар. Манағы ихтилам түсінде ұйықтап жатқан кезде ұрықтың шығып кетуі, бұл ихтилам болуы. Және ахли сүнна вал жамааттың негізі көзқарасында пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам және де басқа пайғамбарлар мен елшілерден ихтилам болмайды дейді олар. Ихтилам болмайды дейді. Яғни неге? Өйткені ихтилам түнде не істеу ғой, ұйықтап жатқан кезде. Түнде емес, жалпылама ұйықтап жатқан кезде. Өйткені көбінесе ихтилам болып қалу ол шайтаннан дейді. Өйткені көбінесе адамның, ер адамның, әйел адамның ұйықтап жатқан кезде ихтилам болып қалуы, яғни мысалы жыныс мүшесінен ұрықтың шығып кетуі ұйықтап жатқан кезде көбінесе деп тұр. Жүзде деп тұрған жоқ, көбінесе ол шайтанның әсер беруінен дейді. Әсер беру, яғни адамның зікірді көбейтуі, Аллаға жақындауын көбейтуін бір айтып тұрғандай. Бұл жерде айтып тұрғандай. Сол үшін де ахли сүнна вал жамааттың көпшілігінің көзқарасы бойынша, сәләфтардың көзқарасы бойынша және сәләфтардың артынан ерген халафтардың көзқарасына иджма бойынша не нәрсе? Жүніп болып ораза ұстау оразаның дұрыстығына не келтірмейді? Кедергі келтірмейді. Оразаны ұстай береді. Бірақ енді біз жүніп болу неге кедергісін келтіреді? Намаз оқуға кедергісін келтіреді. Адам қалай болған кезде не істеу керек болады? Ғұсыл алу керек болады. Қалай болған кезде ғұсыл алу керек болады. Аллаху субханаху тағала Құран кәрімде Бақара сүресінде былай дейді: "Ухилля лакум лайлатас сиями рафасу иля нисаикум." Ухилля лакум, сендерге адал етілді дейді. Оразаның түнінде әйелдеріңе, былай айтқан кезде, қосылу дейді. Оразаның түнінде әйелдеріңе қосылу сендерге адал етілді. Яғни, енді кейбір адамдар кейде білімсіздікпен, кейде қосымша білім алмағаннан, жалпы кейде, мысалы, білім алмай. Біз мысалы ойлаймыз, білім алған кезде бір оқымысты болып кетуің керек. Жоқ, өзіңізге керекті күнделікті ұшырасатын нәрселерді қанша жыл өтті енді намаз оқып жүргеніңізге әлі білмей жүрміз. Ол негізі ұят, дұрыс емес ол нәрсе деген. Ол дұрыс емес нәрсе. Сіз осылай қаншалықты жүрмекшісіз әлі білім алмай. Сол үшін де адам деген өзіне керекті осындай нәрселерді істеу керек, біліп, жазып, үйреніп жүру керек, талқылап жүру керек өзара, сұрап жүру керек өзара. Сол нәрсе мына жерде. Өйткені кейбір адамдар мысалы былай деп ойлайды, ойлағанда болуы мүмкін, ораза кезінде бір ай бойы қосылмау керек деп ойлауы мүмкін, да? Жоқ, мысалы ондай да болуы мүмкін. Ол ауырлату мысалы. Өйткені біз сабақтарда айтып кеттік, күн, тәулік 24 сағат 2-ге бөлінеді, күндіз және түн. Күндізде ораза ұстайсыз, түнде болды, ораза бітті. Түнде қарапайым өмірге қайтадан келесіз. Ораза емес адам не жасай алады? Мысалы, жұбайымен қосылу, тамақ ішу, мысалы, оразаны бұзатын нәрселер не жасайды? Соларды жасай берсе, не істейді? Болады жалпылан. Бұл да біз ислам дінінің несі? Хикметтерден. Иншалла Аллаху субханаху ва тағала нәсіп етсе, ертеңгі сабақта ары қарай Алла елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям хадистерін оқуды жалғастырамыз. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын баршаңызға.